Біз қазір еркін ойланатын, өз шешім қабылдай алатын қоғам қалыптастыру керекпіз. Сондықтан бұл референдум алдыларыңызға салып жатыр. Қолдайсыздар ма, қолдамайсыздар ма, ол да өз еріктеріңіз. Бізде атамыздан қалған жер жоқ. Ұрпағымыздан қарыз қалған жер бар. Соны аман-есен қайтарып беруіміз керек. Біздің міндетіміз сол. Бір аталарымыз соғысып дала қалдырды. Бір аталарымыз құрып қала қалдырды. Енді біз не қалдырамыз? Қора мен мұла қалдырамыз ба артымызда? Ертең ұрпаққа керек қой. Осы энергия, бәрі энергия. Мәшиненің өзі тоқпен жүріп жатыр. Мамандар айтады, зияны бар ма, жоқ па, оны да айтады. Ондайды өтірік айтпаймын алдыларыңызға келіп. Ойбай, мен білем бұның зияны жоқ деп. Бірақ білетін адамдармен әңгімелестім. Сондағысы барлығының айтқаны сол. Қасқырдан қорықсаң орманға барма деді. Ол әңгімеден бұрын сендерге бізге қазір энергияның тәуелсіздігі керек деді. Ал радиация дейтін болсақ, енді күнде ұстап жүрген телефонымыздан да аз радиация келмейді мысалы. Сондықтан мен өзім ойым ғана, мен ертең барам референдумға, берем дауысты. Өйткені бұл біздің ортақ мемлекетіміз, жаңағы айтқандай, ұрпаққа беруіміз керек қарызымыз. Сондықтан осыны аман-есен сақтап, ертең 1000 жылдан кейінде осы далада біздің ұрпағымыз арқа-жарқа өзімнің елім, өзімнің жерім деп кеудесін ашып, арқасын кеңге салып жүретіндей заман бола берсін. Болды менің айтпағым осыған.